Жер планетасына немесе бүкіл әлемге деп айтайық, бүкіл әлем 14-15 миллиард жыл бұрын бір нүктеден жаратылған болатын, яғни қарапайым Биг Банг теориясы. Ал біздің жер планетасына шамамен 4,5-5 миллиард жыл бұрын болған. Ойлап қарасаңыз, өте үлкен уақыт, тіпті ойға сыймайтын уақыт. Осы уақыт аралығында планетамыз қаншама өзгерістерді бастан кешірген болатын. Алғашында барлығы тек бір ғана материк болған және Пангея деп ат берді. Осы Пангея уақыт өте келе дәл қазір біз көріп отқан қалпына түскен. Яғни бөлініп 6 материк пайда болған. Оларды өздеріңіз де физика немесе жаратылыстану, география пәндерінен оқыған боларсыздар. Білесіз бе, адамзат пайда болғаннан бастап жер бетінде небір ұлы өркениеттер болған. Мысалға алатын болсақ, Шумер және Аккадтағы қос өзен өркениеті, Майя өркениеті, Мысырдағы ұлы өркениет, көне грек өркениеті және тағы да басқалары. Осы өркениеттерді ерекшелейтін бір таңғажайып ұқсастықтары болған. Мысалға алғанда пирамидалар. Екеуі екі жақта өмір сүрсе де, бір заман ішінде Мысыр және Майя өркениеттерінде бірдей пирамидалар салына бастады. Жақсы, бұған тағы айналып келеміз. Айтпағым Атлантида туралы болмақшы. Атлантида деген не және не үшін кейбір үлкен ғалымдар, антропологтар дәл осы өркениеттің ізін іздеуде. 2015 жылы қаңтарда су асты археологтары 2,5 мың жыл бұрынғы құнды артефакттарды су астынан шығарып алған болатын. Бұл артефакттар негізінде біртүрлі тастар мен инготтар және адам бейнеленген тиындар болатын. Ойлап қараңыз, 2500 жыл бұрын осындай тиын жасалуы мүмкін бе? Кейінірек осы нәрселердің құрамын зерттегенде олардың құрамында никель, цинк, мыс және темірдің бар екені анықталды және бұл Платон жазып кеткен Атлантида халқының өндіретін металдары болатын. Платонның еңбегі бойынша осылай. Бірақ осыларға қарап Атлантида болған деп айта аламыз ба? Яғни Платон еңбектері мен мына табыстар бір-бірін дәлелдей ала ма? Ең бірінші Атлантида туралы деректер грек философы Платонның Тимея және Крития еңбектерінде кездеседі. Мына жердегі Критияны Атлантикус деп береді. Біздің заманымызға дейінгі 360 жылдары жазылған. Тимея еңбегінде Атлантида туралы айтылғанымен Критиядағыдай емес. Крития еңбегінде Атлантида туралы көп ақпарлар табуға болады. Еңбекте Афина деген елдің өте мықты болғаны туралы айтылады. Бүкіл Европаны, Италияны, Египет пен Ливияны және Азияның кейбір жерлеріне иелік еткен бұл мемлекеттің жалғыз ғана бәсекелесі және жауы Атлантида болған деп көрсетілген. Екеуінің үнемі жауласуда болғаны айтылады. Бірақ кенет үлкен катастрофа нәтижесінде Атлантида аралы суға батып жоқ болып кеткен. Және Платон Атлантида аралын Гибралтар түбегі жақта болған деп көрсетеді. Бұдан басқа да грек тарихшыларынан Гелениктің шығармаларын Атлантида туралы кездестіруге болады. Геланик болса еңбегінде үлкен титан Атланттың және оның ұлы Ясион туралы жазған. Олар криттіктер болған. Осылай кете береді. Бұдан басқа екі тілдегі мифологияларға жүгінсек, мифологияда бұл Атлантида Атлант мұхитында орналасқан деп айтылады. Өте әсем шаһар болған. Астанасы бейнедегідей алып цитадель қорымдары сияқты орналасқан және мұнда алып адамдар тіршілік еткен деп айтылады. Ал өзіңіз білетіндей ертеректе шынымен де адамдар алып болған және ұзақ ғұмыр жасаған. Бірақ мифологияда да оның суға батып кеткендігі туралы айтылады. Ал кейбір адамдар тірі қалып әр жаққа қоныс аударған. Атлантидалықтар Мысырға кетіп, Мысыр мәдениетін гүлдендірген және Мысырда өздерінің астаналарында жасаған құрылыстарға ұқсас құрылыстар салған. Ал ол құрылыстар пирамидалар. Ал екінші бір Атлантида халқының тірі қалған бөлігі мұхит асып Майя өркениетіне қоныс аударған және ол жақта да пирамидалар салған. Осылай бізге белгілі пирамидалар пайда болған деседі мифте. Ескертіп қояйын, бұл жай ғана миф, мен болды деп айтып жатқан жоқпын. Қарап отырсаңыз өте қызықты аңыз, бірақ миф болып қалады. Осыған дейін түрлі ғалымдар іздестіру жүргізіп қанша іздеп табуға тырысса да ешқандай нәтиже жоқ. Мына картада Атлантида осы аралықта орналасуы мүмкін деген аралықтар көрсетілген, бірақ сонда да ешқандай нәтиже жоқ. Менің ойымша бұл жай ғана ертегі сияқты халық аузында сақталып кеткен әңгімеге ұқсайды. Бірақ анығын Құдайдан басқа ешкім білмейді. Бұл видео Атлантида туралы таныстыру және оның не нәрсе, қандай миф екенін түсіндіру болды. Видео соңына жетті. Ал сіз Скавронның ВК группасы туралы әлі білмесеңіз, группамызға жазылудың сәті түсіп тұр.
Жай ғана сілтеме арқылы өтіп тіркелесіз. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.